Ештеңе жоқ оның. Тентек болып Андай қалғансыз бір ба? типа сөздерден ұсталып қалдым деген сияқты айтып жатсың ғой сен. Бекзат, Ондай емес. қойыңыз. Ондай керек емес. Мен айтып отырмын, әйтпесе бұл нәрсе айтпай ғой, мен де шынды емеспін ғой. Типа артын ашып беретін бұл баланың ше. Бека андай Қара, солай бол, негізі артында сөзден оятты. ұсталып қалдың өзің сен. Өзің беріп қойдың ол. Баратқандағы, келатқандағы анау деген әңгіме жоқ өзі. Сен по факту айттың. Мені Дубайға кетіп баратқан кезде оятты. Мен Дубайға кетіп баратырмын. Сен эфирге барасың ба деген ол. Маған бара жатқаны, о жаққа барған айтпады деген ол енді сау адамды жынды қылумен тең деп ойлаймын Бека. Білді ма сонымен, білмеді ма? Жоқ, ұйқылы оя болды. Бірақ та мен Жоқ. Сен олайша андай жоқ. Шынымен ше, андай бізді алдап отқан сияқты көрсетпей-ақ қойшы. Саған қарашы андай ғой. Сол кезде оятты, маған айтты. Айтты, бірақ андай Траштанбай алдап сөйлей береді алған кезде. А? Жанып кеттің сен, траштанбай сөйлей берсең нормально бәрі. Жоқ, неге траштанамын мен қуасың ба? Жоқ, маған бұның қарашы артын жапқаннан немесе артын ашқаннан маған қандай пайда? Өзің ойланып көр. негізі Ернар, егер де былай қатты білгің келіп жатса, енді халыққа айтайық, шынымен де білген жоқ. Қазір эфирден шығамыз. Дәл сол моментті білгің келсе, мен саған өзіңе перепискасын көрсетсем, және де Мейрамханның қасымызға алып аламыз, қалай болған барлығы. Негізі ол да күтпей қалды. Бұл менің баратқанымды білетін шығар, бірақ барғанымды точно білмейді да, өйткені билет алғанымды да айтқан жоқ. Қарашы, сен Дубайға прямой баратсың. Сен Дубайға барат, Австралияға кетіп қалмайсың ғой енді. Ол да может қой Дубайға кетіп Деттеген жеріңе Дубай деп айттың. Дубайға барады мен миыңа ұшып кетіп қалмайсың ғой. Былай да негізі болса. Бүйтейікші. Ернар, сене салайықшы. Бір әйтеуір бір алдап отқан сияқты отыр да, екеуі бір-бірін былай келіспей қалады да негізі. Бір азанда бір қаскелеңге кетіп баратын деген сияқты айта салады екен да бұл кісілерде ше. Әділет негізі ше, бір сен андайсың, мен тағы да айтамын, сен суға сүңгейсің да, бірақ бір құрғақ шыққың келеді да, қазір шыға алмайсың сен құрғақ болып, үстің су болып қалды, үш көрдің ба? Қара наңғыра, сен бүйтіп айтасың. Бірінші Гүлжанмен осы жерде екеуің араларыңда сен Айгүлді бір қас болдыңдар. Ойбай, сағат сыйлады, анан сыйлады, мынаны сыйлады. Көресің, мен балам не үшін билеп жүрсің деп айтады, анау мынау деген әңгімелерді айттың да, одан кейін бір қас болып тартып ала алмағаннан кейін бір Дубайға артынан барып бір сен өте ақылды адамсың негізі ше. Сен бір жоспарына көштің уже, көрдің ба? Сен енді дос болып, жайлап жандарына жақындап, сен солай тартып алуға көшкен сияқтысың сен уже әрекетің. Сен сияқты ма? Ит сияқты? Сен сияқты. Иә, мен сияқты, жарайды. Мен ақ жаман бола берейші. Сен тоқташы, сен атака істемеші, мен айтып алайшы әңгімемді. Миым ашып кетші, не айтып жатқанын білмей қалдым қазір. Сен уже дос болып, жанына барып, жайлап жағында кіріп аласың да сен. Жайлап араласып, ойбай екеуің бақыттысыңдар деп жүресің да, бір күнде танысып тоқтаса бақ еткізіп сөз сала саласың сен. Қазірдің өзіне сен айтамай отырсың, мен білмеймін, мүмкін өмір шығар, уақыт еншісінде шығар деп ше. Сен өте ақылды адам болып отырсың да, білмеймін, ақылды қу болып отырсың сен қазір ше. Білмеймін, бәріміз сенейік десек те бір екеуің өздерің ашық қойып отырсыңдар ғой, екеуің бір-біріңді ашық қойып отырсыңдар арттан. Жарайды енді андай ғой. Қараш, жаңа айтады. Можешь ее забрать деді. Сосын мен келдім 3:50-де ма, қателеспесем, туған күніне алып кеттім. Сосын біздер екеуміз бірге үйіне апарып тастадым. 4:22, 4:28-де мен құрбысына жаздым. Помню, она дома дедім. Сен ше деді. Точно деп айтырды. Я дедім. Болды. Сосын Бекзат келіп мен сол районнан алып кеткен болатын. Сол жаңағы ЖК Думанды. Содан 4:22-де видео жаңа упучок, 4:22-де аяулыммен жүрді. Сосын 4:28-де маған құрбыс жазды аяулымның. Кім деген аты? Айжан. Аяжан деген жазды. Типа апарып тастадың ба дедім. Мен все, она дома дедім. Точно дедім. Жақсы, сіз айттыңыз. Содан кейін Бекзат екеуіңіз ұйықтап қалдыңыздар. Жоқ, дәл шығыдырдық. Онда Бекзат ұйқылау қашан болды? Жоқ, ол дейтін суббота болды. Біз понедельник, мен понедельник кеттім. Басқа күнгі. Я, балаусағаным. Балаусағаным, біз айтайықшы. Айтыңызшы. Негізі маған бір нұсқа келіп отыр.
білмеймін Иә. енді менің өзімнің енді бір фантазиям деп Үшінші айтайыншы. нұсқа ма? Иә, мынандай болған сияқты. Енді қазіргі моментте қосылайық та, осы Айгүл, Пупучук, Гуджан актуалка ғой қазір бүкіл жерде. TikTok болсын, басқа болсын, үшеуі кәдімгі актуалкада жүр бүкіл жерде. Негізінде ше, кәдімгі индийский махаббат болып жүр да. Бірақ мен ойлаймын да, андай бір нұсқа келді маған. Кім әділетті де, негізі Тәуіржан или өздері бір істеген нәрсе сияқты осының бәрін қолдан жасап алған сияқты деп бір ой келеді маған. Неге? Өйткені андай болады ғой, бір шынымен де қарап тұрсаң келмейді да. Шынымен аяқ астынан бұлар жұп болып кете салады, Дубайға кетіп бара салады, артынан әділет бара салады андай. Вообще картинка әлі құралып тұрған жоқ негізінде ше. По идее қарап тұрсаң, бірақ шынымен де сол әділет жаңағындай кім жаңа бәрі үшеуі бір құрастырып алған сияқты осы нәрсені сен келдіп. Өйткені білмейді. Өйткені бізде мысалы Инстаграмда история бірдеңе салған моментте сен күшті жерде ғана саласың ғой мысалы. Бәрін салып жүрмейсің, отыйды. И сол моментте просто бұл өзің бөлек жүрген салып қоя салады, что ешкім түсінбей қалсын, білмей қалсын деген сияқты. Атак былайынан бірге жүріп, пастан сондай бірдеңе болған сияқты. Менің нұсқам бұл. Мен тағы да айтам, Әлішер, сен ол эфирде болмадың. Мен сценаристер емес, мен Құдайдың жазғанымен жүрем. Солай болып қалды. И және де айтайын, егер де Гүлжан мені шынымен де шақыратын болса, мені басқа күшті районда өзі басқаша неде шақыратын еді. Реально мен егер де жігітше айтам, ешқандай ол Гүлжанна маған келшеш, қызық болады деген әңгіме болған жоқ. Осыған мен Алишердің пікіріне қосыла кетемін, негізі жақсы айтты осы жерде ше. Өйткені енді бұл үш кісі негізі бір-бірінің артын ашпайды. Өйткені бұл үш кісі де бір кемеде кетіп бара жатыр да қазір. Ол Айгүл болсын, ол Гүлжан болсын, ол басқа әділет болсын деген сияқты. Енді бұлар, мен әділетті білмеймін, бір статистиканың бір ахваттың буы ұрып, сол бір Дубайға барған секілді. Өйткені Дубайда просто так бір жолға салу болып, Алматының іші емес, сол бір Талғардың іші емес, Есіктің іші емес, ол бірдей бір Дубайда енді қандай бір үлкен Эмират деген қала деген сияқты ғой. Сондықтан енді мен Алишердің пікіріне қосыламын, бұл үшеуі жалпы бір сыбайластың бір иісі шығып тұрған секілді деп ойлаймын бұл. Саған енді білмеймін, мына сөздер вообще бір қызық болып тұр. Қалай ойлайсыңдар, фантазияларың қалай, өзім таңғалып отырмын. Былай ғой негізінде, егер де ол ондай нәрсе болса ұйымдастырылған, жалпы былай әділеттің келгеннен кейін негізі маған WhatsApp-тан жазған болатын. Мен Дубайдамын деген сияқты сөздер жазған. Ол кезінде мен түсінбей қалдым, шыны керек. Тәуіржан қасымда отырған, и мен аштым да, қалай ол деп, қалай Дубайда жүр деген сияқты ой кетті да менде. И мен жаздым. Не деп жаздым? Тыныштық па сенікі деген сияқты бірдеңе жазып аттым. И сол моментте Тәуіржан телефон сұрап отқан болатын. И берші, не болды, кімге жазатсың деген сияқты алып қалды да, и мен андай түсінбей қалдым, короче. Телефон бердім да, бірақ ой деген сияқты андай эмоция болып қалды да. Көрсетпеуім керек пе деген сияқты, білмеймін, короче, сондай бір эмоция болып қалды. Сол кезінде Тәуіржан алды да телефонды көрді да, кәдімгідей бір жаман болып қалды. Сен сонда әділетпен сөйлесіп жүрсің ба не деген сияқты андай. Оның көзіне мен солай көрініп қалдым, то что мен әділетпен соған дейін сөйлесіп жүрген сияқты болып. Солай болып көрініп қалдым, содан кейін телефонды алды да, ренжіп қалды негізінде. Сосын барып, не болды, не үшін сөйлесіп жатсың деген сияқты қылды. Мен осылай Дубайға келіпті. Ол адам саған қызық болса, сен неге жауап бересің деген сияқты сондай реніштер болды негізінде. Негізі қараңызшы, енді оны кейіннен Тәуіржан шыққаннан кейін екі тарапта отырып өздеріңізден сұрап білерміз. Демек, Ол саған жақсы. Негізі менің ойымша бұл тақырыпты қозғаудың қажеті жоқ. Мен жаздым, мен Дубайдамын деп келгенде Айгүлдің бір жазғаны бар. Сен ойнап отырсың ба деді да маған. Алматыда отырып, грубо говоря, не қыртып отырсың деді маған. Айтам, Дубайдамын деп, одан кейін сообщение болған жоқ. Жақсы. Зарина.
Я болса ханым, негізі мен ойлаймын бір қатысушылардың кейбір пікірімен келіспеймін. Себебі басында көрінді ғой, енді қатты қырғиқабақ дұшпан болмаса да, просто ұпучуктың